Сәлеметсіздер ме? Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағы да осы үй гүлдерінің барлығына беруге болатын бір өте қарапайым қолда бар заттан сусын жасайтын боламыз. Мен мынандай қылып гүлдерімнің барлығын терезенің алдына тек кішкентай ғана осындай газетпен көлеңкелеп қана қойдым. Өйткені барлығын қараңғылап тастауға болмайды, гүлдерге жарық керек. Күн ыстық болғаннан кейін тек кішкене ғана көлеңкелеп қойдым. Қалған гүлдерімнің барлығы сарайда тұр. Міне мынау доллар гүлден осындай жақсы өскіндер шығып келе жатыр. Бұл өскіндердің барлығы дәрумен беру арқылы шығады. Біз көктем мезгілі наурыз айынан бастап, күз мезгілі қазан айына дейін гүлдердің барлығына дәрумен беруіміз керек. Өйткені гүлдердің өскін шығарып, бойлары өсіп, тез жетілетін уақыты осы кез. Бірақ мен енді өйтіп шектеп қоймаймын гүлдерімді. Бұларға жыл 12 ай қыста болса да, мен бұл гүлдерге дәруменді бере берем. Сол дәруменнің арқасында менің гүлдерім жақсы өсіп жатыр. Сіздерге де кеңес беремін. Мынау менде ауырған доллар гүлі, бір адамның доллар гүлі беріп жіберген. Өткенде бір видео түсіргенмін. Міне сол уже жанданып, астынан кішкентай ғана өскіні шығып келе жатыр. Енді бізге бұл сусынды жасау үшін 1 литр тұнған су керек. Бұл менде шайдан қалған қайнаған су. Ол да жарай береді гүлдерге. Қайнаған судың ішіндегі бүткіл минералдарының барлығы су қайнағаннан кейін жойылып кетеді. Сондықтан да ол құр қайнаған судың өзін құймай, біз ішіне дәрумендер салып гүлдерге беруіміз керек. Енді біз міне соданың кәдімгі бізге асханада пайдаланатын осындай сода керек. Соның 1 қасығын ғана суға салып араластырамыз. Ол суда тез ериді. Бұдан қорықпаңыздар. Біз соданы емге де ішіп жатамыз. Азанғы уақытта аш қарынға суға ертіп, сол соданы ішіп жатамыз. Енді ол өзіміз ішкеннен кейін ол гүлдерге де пайдалы деп мен айта аламын. Міне мынау менің кішкентай ғана гүлім. Осы гүлдерімнің ішіндегі міне осылай су құйғаннан кейін астындағы су міндетті түрде осылай ағып кету керек. Одан кейінгі менің мынау гүлдерім, бұларда кішкентай жаңағы той табақтан тойларда берген әйел бақты гүлі. Бұларда жақсы өсіп келе жатыр. Бұларға да жаздың күні су бүрку керек, уақытымен су құю керек. Өйткені терезенің алды күн ыстық, қанша қараңғыласаң да жаңағы терезеден түсетін күннің ыстығы ол гүлдерге әсер етеді. Бұл соданың пайдасы, өспей тұрған гүлдерге құйсаңыздар гүлдеріңіз өседі. Гүлдеріңіз сарғайып бара жатса, гүлдердің сарғаюын тоқтатады. Гүлдемей тұрған гүлдеріңіз гүлдейтін болады. Енді мына жерде мен 1 литр су менде кішкентай ғана гүлдерге кетті. Енді екінші қайтара жасап, қалған гүлдеріме құятын боламын. Қорықпаңыздар. Сіздер де гүлдеріңізге жасап беріңіздер. Және де осы содалы сумен гүлдерді бүркеуге де болады. Су бүрккеннен кейін бұл гүлдерді көлеңке жерге қою керек. Қашан жапырағындағы суы кепкенше. Болмаса содалы судан күн күйдіріп жіберуі мүмкін жапырақтарын. Жапырақтары түсіп қалған гүлдердің жапырақтарының орнына қайтадан жаңа жапырақ шығаруына осы су жақсы көмектеседі. Сосын бір айтып кететін жайт, суды краннан бірден алып құймаңыздар. Егерде мысалға ертең соратын болсаңыздар, бүгін краннан суды алып, бетін ашып қойсаңыздар, оның ішіндегі хлор және басқа да гүлдерге зиянды нәрселердің барлығы ұшып кетеді де, сіздер сол суды келесі күні гүлдеріңізге пайдалансаңыздар болады. Крандағы суға өте мұқият болыңыздар. Бұл гүлдер крандағы судан өте қатты ауыратын болады. Сондықтан да гүлдерге тұндырылған су құю керек. Осы кеңесім сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Менің каналымды қолдай отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт, сау саламатта болыңыздар.